әдемі маскаларымды киіп алайын. Маска киіп алайын. Так. Мына жаққа да кірдім ғой мен. Қайға? Өзімнің аккаунтыммен кіріп жатырмын да. Бір бүгін пайдалы немен бөлісіп қойын деген ғой. Сәлеметсіздер ме? Мен бүгін контент түрлері туралы айтқым келіп отыр. Контент түрлерімен бөлісіп қоймасам, пайдалы ақпаратпен контентті қалай жазу керек? Жалпы контент нешке бөлінеді, сол туралы ешкімге хабарламай шықтым. Көрейін деп, қалай болады екен деп. Жалпы бүгін контенттің түрлері туралы сіздерге ақпарат бередім. Сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Постқа байланысты пост жаза алмай қиналып жүрсеңіздер, қандай посттар жазсам екен деп қиналып жүрсеңіздер, Инстаграмда сұрақтарыңыз болса сұрасаңыздар болады. адам просмотр болды. Қайсы? Екеуміздің маңыз. Сұрақ жоқ ода онша, 21 комментарий дейді. Бұлай өзіне хабарласқан шығар? Өзіме хабарласып жазылды. Бәрі Қалайсыз аға, қалыңыз қалай? Жақсы жүрсіздер ма? Маған қойды сұрақтыңды. Шымкентке келдіңіздер ма? Мен бүгін контенттің түрлері туралы айтайын деп жатырмын. Инстаграмға қатысты. Қандай контент, қалай, қаншаға бөлінеді, контент план жайлы айтамын. Жалпы контент план 3-ке бөлінеді. Пайдалы ақпарат, сатылым әкелетін ақпарат, одан кейін көңіл көтеретін ақпарат болып бөлінеді. Шымкентке келдіңіз ба? Бәрі жақсы ма? Оразаңыз қабыл болсын, ораза ұстап жатырсыз ба? Біз ешқайда шыға алмай отырмыз. Ағырке кірді. Ағырке, қалайсың? Жақсы. Жол ашылды ма сіздерде? Мен жалпы жаңа немен айта берейін жалғастырып. Контент түрлері 3-ке бөлінеді. Егер Инстаграмда постты қалай жазып, қалай өтімді посттар жазамын деп жүрсеңіздер, контент план дұрыс міндетті түрде қойылу керек. Олар жаңа пайдалы ақпарат, сатылым әкелетін және көңіл көтеретін ақпараттар болып 3-ке бөлінеді. Оның 60% негізі пайдалы ақпаратты құрайды. 20% жаңа сатылым әкелетін контент болу керек, ал қалған 20% көңіл көтеретін контент болу қажет. Кеш жарық. Қалдарыңыз қалай? Жалпы пайдалы ақпарат дегенде сіздер немен айналысасыздар, қолдарыңыздан не келеді, немесе қандай салада жұмыс жасап жүрсіздер қазір? Жұлдыз аға, сәлем. Сол бойынша пайдалы ақпарат берулеріңіз қажет. Яғни сіздердің жалпы Инстаграмдарыңыздағы 60% нелеріңіз, бір айлық жоспарларыңыз, контент планның 60% пайдалы ақпаратты құрауы қажет. Ал қалған 20% ол сатылым әкелетін контент, қалған 20% көңіл күй көтеретін контентті құрайды.
Пайдалы ақпаратқа енді не жазасыздар? Пайдалы ақпаратқа өздеріңіз салаларыңызға қатысты, жасап жүрген жұмыстарыңызға қатысты немесе лайфхактармен халықпен бөлісіп сол нені жазып отырасыздар, пост солай жазасыздар. Ал сатылым әкелетін контентке өздеріңіз немен айналысасыздар, ол неден тұрады, соларды жазасыздар. Сол бойынша план құрып аласыздар бір айға. Ал көңіл-күй көтеретін контентке конкурстар ұйымдастыру парақшаңызда, конкурстар ұйымдастыру, марафон ұйымдастыру деген сияқты, немесе жаңағыдай тегін сыйлықтар сыйлап тұру, соның бәрі көңіл көтеретін контентке жатады. Жалпы сіздер өздеріңіз инстаграмдарыңызға бір айлық контент құрайсыздар ма? Бұл жерде не тема болып жатыр дейді. Бұл жерде контенттің түрлерін бүгін контент түрлері туралы ақпарат беріп жатырмын. Қанша пайызды құрау керек, посттар қалай жазылу керек, контенттер қаншаға бөлінеді, сол жайлы ақпарат беріп жатырмын. Сұрақтарыңыз болса сұрасаңыздар болады. Инстаграмға қатысты, осы инстаграмды табыс көзіне айналдырсам, дұрыс қолдануды үйренсем, немесе инстаграмды дамытсам деп жүрсеңіздер, өз сұрақтарыңызды қоя берсеңіздер, жауап беремін. Жалпы енді сатылым контентіне жаңа айта кеткенімдей, өздеріңіздің қызметтеріңізге, өнімдеріңізге байланысты ақпараттар саласыздар. Мысалы, сіздер магазин киім, женский киіммен айналысатын болсаңыздар, женский киім сататын болсаңыздар, соған байланысты күнделікті сіздерде қандай киімнің қандай түрлері бар, және размерлері қандай, бұл кімдерге арналған, материалдары қандай, сондай жаңа пайдалы ақпараттармен бөлісесіздер. Адамға ол жаңағы әсер ете ма, аллергия бере ма, бермей ма деген сияқты, түсі оңа ма, оңбай ма, сондай пайдалы ақпараттармен бөлісесіздер. Сіз тоқымамен айналысасыз, иә? Тамаша. Тоқымамен айналыссаңыз, тоқыманың пайдасы не? Ол енді экологиялық таза өнім мысалы ретінде да. Мен енді қатты сіздің салаңызды білмеймін ғой. Сол бойынша пайдалы ақпараттармен 60% құрау керек. Пайдалы ақпараттар көп қой. Былайша айтқанда 60% пайдалы ақпаратты құраса, 20% жаңа көңіл-күй көтеретін контент болу керек, 20% сатылым әкелетін контент болу керек. Бұл жерде пайдалы ақпарат сіз бересіз. Тоқыманың адамдарға не пайдасы бар, ол экологиялық таза өнім ба, немесе бір ерекше стильде тоқып бере аласыз ба, сол бойынша пайдалы ақпараттар бересіздер. Сатылым әкелетін контентке, мысалы, сіз тоқымамен айналысасыз, тоқымаңыздың несі туралы, өзіңіздің қызметіңіз туралы, қандай киімдер тоқи аласыз, жалпы қандай тоқыманың түрлерін білесіз, сол бойынша ақпарат бересіз. Ал көңіл-күй көтеретін контентке арасында конкурстар ұйымдастырып, өздеріңіздің аудиторияңызға сыйлықтар сыйлап тұрасыздар. Сыйлықтар сыйлағанда оны 500 000 теңгеден бастасаңыздар болады. Ең кішкентай суммалармен. Жалпы басқаларыңыз қандай немен айналысасыздар тағы да? Сұрасаңыздар айтып берейін, соған қатысты, өз салаларыңызға байланысты. Ал парақшамды қалай дамытып, оқырман санын қалай көбейтемін десеңіздер, қазіргі таңда өздеріңіз білесіздер, GIF. Енді GIF не емес, хайп посттар, хайп посттың енді бірақ плюсы көп деп айта алмаймын. Одан кейін жаңағыдай конкурстар ұйымдастыру арқылы адал жолмен жинап алуларыңызға болады. Сонымен қоса блогерлермен жұмыс жасау, блогерлерге реклама беру арқылы немесе бартер боласыздар, немесе ақысын төлейсіздер, міндетті түрде ақылы түрде болады. Сол арқылы өздеріңіздің парақшаларыңызды дамытып әрекет етіңіздер болады. Сонымен қоса тағы бір ескеретін жайт, жазылған посттарыңыз бен суреттеріңіз бір-біріне өте сәйкес келгені жөн. Егер сіздердің фотоларыңыз сапасыз болса салынған, ал посттарыңыз жазған мәтіндеріңіз әдемі болса,
ол мені оқырманды қызықтырмайды мүлдем. Оқырмандар кетіп қалуы мүмкін. Сол себепті соған қатты мән беріңіздер. Фотоларыңыздың сапасына, сонымен қоса посттарыңыздың да сапасына міндетті түрде мән беріңіздер. Сапалы сурет, сапалы мәтін жазуға тырысыңыздар. Сапасыз суреттерден аулақ болыңыздар. Және де сонымен қоса құр сурет салып қояды көпшілігі. Құр сурет салып қоя салмаңыздар. Астына міндетті түрде 3-4 сөйлем болса да мәтін жазып қойыңыздар. Құр сурет те ол тоже оқырмандарды қатты өзіне тартпайды, ол сапасыз контент болып табылады. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Сонымен қоса сториске көп шығыңыздар. Сторис бөлімін жақсы қолданыңыздар. Күнделікті стористі үзбей, өздеріңіздің лайфстайл деп аталынады ғой. Күнделікті өздеріңіздің өмірлеріңіздегі таңнан кешке дейінгі өмірлеріңізден үзінділер салып қойсаңыздар болады. Сториске салып отырыңыздар. Ол оқырмандардың қызығушылықтарын оятады, оқырмандарыңыздың. Тағы сұрағыңыз бар? Сосын бір сұрағым, кеше естідім, парақша товар услуга болатын болса, осы жылдың аяғына қарай налог төлеу керек екен деген, осы рас па дейді. Парақша товар услуга болатын болса налог төлеу, ол жайлы мен әлі естімедім. Мүмкін шыққанда шығар. Себебі қазір енді ештеңе айта алмаймын саясатқа байланысты. Бірақ қарап отырсам көпшілігі осы Инстаграм арқылы табыс тауып отырғандықтан налог қояйын деп жатқан шығар. Себебі екінің бірі осы арқылы жаңа блогер болып, конкурс ұйымдастырып, гиф ойнатып солай табыс тауып отырғандықтан мемлекет солай жасап отырған болар, оны тию үшін. Алдында да білесіздер ғой, көпшілік конкурстар ұйымдастырды ғой, машина ойнатып, үй ойнатып, оларға да сондай шектеу қойды. Сол секілді мүмкін алдағы уақытта болып жатса, онымен бөлісетін болам. Рас болып жатса. Бірақ оған қарамаңыздар, оны болашақты болжап отырмай, одан да сіздер қазірден бастап өз парақшаларыңызды дамытыңыздар, ертең білмейсіздер не болатын. Сол себепті ол дамып тұрғанның зияны жоқ деп ойлаймын. Парақшаларыңызды дамытып алыңыздар. Осы 5 жылда жақсы пайдалануларыңызға әбден болады Инстаграмда. 5 жылдан кейін енді білмеймін, қазір 5 жыл жақсы қолданып қалуға арналған. 2025-ке дейін уақыт 5 жыл аралығында Инстаграмда жақсы қолданып, жақсы табыс көзін айналдыруларыңызға болады. Әсіресе инфобизнес дегенде естігенсіздер ма? Инфобизнесті, ақпараттық бизнес деген осы 2020-дағы трендтегі мамандық қазір шыққан. Ең жақсы мамандық, бұны кез келген адам айналысады инфобизнеспен. Ол әртүрлі салаға байланысты, яғни ақпараттық бизнесті сіз осы онлайн түрде Инстаграм арқылы жасауыңызға әбден болады. Мүмкін шындық болса шындық шығар, алдағы уақытта хабарым болып жатса айтам. Енді қазір карантин болып жатқандықтан ешқайда шығып жатқан жоқпын. Бірақ енді бұлай осы өз білімді дамытып жатырмын одан да. Сол себепті соңғы жаңалықтарды әлі қарамадым, естімедім. Болып жатса міндетті түрде хабарлаймын. Сіз тоқымамен айналысасыз, жалпы осы Инстаграммен оқып білім алдыңыз ба? Инстаграмды жүргізу, дамыту жайлы. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Сол себепті трендтегі мамандықтарды меңгеріп алуға тырыссаңыздар, үйреніп алсаңыздар, қазір қол бос кезде өте жақсы. Инфобизнес деген көп адам айналыса береді, негізі кез келген адам. Бірақ 30-35 жасқа дейінгі аралықтағы кез келген адам айналысуға болады. Себебі ақпаратты тез қаға алатын, ұға алатын адам болса тіптен жақсы. Ол ең оңай, ең жеңіл тәсілі. Инфобизнес деген. Сіз тоқымаңыз болса, тоқымаңыз міндетті түрде брендке айналдыруға тырыссаңыз болады. Себебі әркімнің өзінің ерекшелігі болады.
білім алуды бастарымды білмей жүрмін дейсіз ба? Менде қазір мен жеңілдікпен жасап жатырмын осы карантинге байланысты. 990 теңгеден негізі бағасын көтеретін болғам, оған көпшілік адамның сұрауымен 27-сіне тағы ең соңғы поток болады. Соған жазылам десеңіз жазылып бүгін орын алып алыңыз. Ода енді жақсы нені қатысып жүргендер біледі, сұрасаңыз болады, комментарийге жазып жатыр ғой. Нелерінде салып отырмын. Сол кісілер қатысып жатыр, жақсы. Даже бір күнде, 2 күнде ақшаларын өтеп 2 есе қылып өтіп жатқандар бар. Ол жерде табыс табуды көрсетем және Instagram дұрыс қолданып та үйрететін боламын. Әрине қарап берем, сіз маған неге жазыңыз, жекемен жазыңыз, сосын мен сізге айтып берем барлығын. Айтпесем қазір ұмыт кетем ба деп жатырмын да. Жекемен жазып қойыңыз, сосын мен көріп бәрін айтып берейін. Сол себепті инфобизнеспен айналысам десеңіздер әбден болады, бірақ ол үшін өздеріңіздің парақшаларыңыз міндетті түрде сауатты әрленген және Instagram дұрыс қолдануды үйренгендеріңіз дұрыс. Instagram дұрыс қолдануды үйренсеңіздер, кез келген өнімдеріңізді де, қызметтеріңізді де осы Instagram арқылы сата аласыздар. Бірақ алдымен Instagram жайлы білімдеріңіз болған жөн. Нақты толық білім болмаса да базалық қолдануды білсеңіздер болады. Я дайректке жаза беріңіз, дайректке. Жалпы осылай, онда мен зарядкам өліп жатыр екен. Маған жекеге жаза беріңіз, мен көрем. 990 теңгелік курстан кейін ол жерде 5000 теңгелік курс, ол жақта енді сіз өзіңіздің жаңағы сату өнерін меңгеретін боласыз. Сториспен тікелей эфирде қалай сатылым жасауға болады, оны қалай нақты қолдануға болады. Сонымен қоса сайттар бар, жаңа өзіңіздің рекламаңызды жасайтын сайттарды үйренетін боласыздар. Қысқаша өтімді жаңағы баннер жасап үйренесіздер сайт арқылы. Сол сайттың барлығын беріп көрсететін боламын. Сонымен қоса фотообработка, видеообработка жасайтын программалар нақты түсіндіретін болам. Менің қазір 990 теңгелік беріп атқанның өзінде көпшілік үлгере алмай жатыр, істеп үлгере алмай жатыр. Сол себепті қатысам десеңіздер жазылып алыңыздар, 27-сінен бұйыртса басталады, орын аз қалып жатыр. Өздеріңіз көресіздер, одан кейін қандай енді бір ренжіп кеткен адамды көрген жоқпын. Барлығы ризашылықтарын білдіріп, солай өздері ары қарап дамып жатыр. Назгүл, сәлеметсіз бе? Қандай сұрақтарыңыз бар? Сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар жауап берейін. Мен қазір зарядкам өліп жатыр. Немесе дайректке жазсаңыздар бәріне жауап берем оқып. Қатсам Instagram дамытам, осы Instagramды сауатты түрде жүргізгім келеді. Өзімнің саламды ары қарап Instagram арқылы дамытып, онлайн кәсіпті бастағым келеді десеңіздер, міндетті түрде марафонға қатысып алыңыздар. Небәрі 990 теңге. Бұндай жеңілдік бола бермейді, карантинге байланысты. Бірақ құндылығы өте көп. Өздеріңіз 1-2 сабақтан ақ нәтижесін көресіздер. Егер мен айтқан тапсырмалар міндетті түрде істесеңіздер, екінші күннен ақ 990 теңгені шығарып алуға әбден болады. 990 теңгелеріңізді шығарып аласыздар. 990 теңге төледі, менде қатысып жатқандар 5000 теңге қып шығарып алды. Қалай қарайсыздар? Сіздердің де қолдарыңыздан келеді ғой ол. Сәлеметсіз бе, қаңыз қалай? Сол үшін қатысып көрем десеңіздер, көріңіздер, міндетті түрде. Ол өздеріңіздің қолдарыңызда, мен барлық қармақты барлығын берем. Балық ұстау өздеріңіздің қолдарыңызда ғой. Ниша болмаса нишаны да табуға көмектесем. Екінші біздің күннің сабағымыз осы ниша табу болып табылады. Қалай табу керек нишаны? Сәлеметсіз бе, қаңыз қалай? Ораза қабыл болсын дейді. Әмин, сіздерге де қабыл болсын. Тілеген дұға тілектеріңіз барлығы қабыл болсын. Ниеттеріңіз қабыл болсын. Ниша табу біздің екінші күнгі сабағымыз. Нишаңызды табасыз. Одан кейін барлығы көрсетіледі ғой. Бірінші күні сауатты әрлейсіздер Instagramды өздеріңіздің. Себебі әрленген немеу. Ремонт жасалған магазинмен ремонт жасалма магазинге қайсысын таңдайсыздар? Ремонт жасалғанға кіресіздер ғой, сол секілді міндетті түрде бірінші парақшаны әрлеп ремонт жасап алу керек. Кіретін есікті әдемі қылып, есік алдын бәрін гүлдендіріп, күлегіп,
Сол себепті бірінші күн парақшаны әрлейміз, екінші күн ниша деген ол сала, сіздің айналысатын салаңыз Инстаграм арқылы немесе қазіргі айналысып жатқан салаңызды да алсаңыз болады. Қолыңыздан не келеді, жалпы соны анықтаймыз, екінші күні соны анықтап аламыз, сол бойынша ары қарап жұмыс жасаймыз. 27-сіне басталады, 27-сіне орын саны аз, сол себепті нетіп алыңыздар, жекеге жазыңыздар, тіркеліп алыңыздар. Одан кейін үшінші күні жаңа постты қалай жазу керек, соны өтетін боламыз, контенттің түрлерін өтетін боламыз, фото, видео, обработка жасау, оның бәрін айтатын болам, сториспен қалай жұмыс жасау керек, содан кейін қандай логотип, баннер жасау ең керекті нәрсе. Логотип, баннер жасап үйренетін боласыздар. Барлығы телефонмен ақ, енді ноутбукпен, компьютермен жасау бір-екі нені беретін болам. Оны күрделі логотип, баннер жасауға ноутбук болса сол арқылы жасап аласыздар. 7 күн болады. 7 күнде Саят, Нази дейді, сәлеметсіз бе, қалыңыз қалай? Сұрақтар болса қоя берсеңіз болады. 7 күн болады. 7 күнде 7 түрлі жолмен қалай Инстаграмда табыс табуға болады, соны үйренетін боласыздар. Теория және практика міндетті түрде барлығын шайнап берем, бірақ арғы жұту өз қолдарыңызда. Сылтау таппай, мен айтқан тапсырмаларды сразу сол күні орындап тастасаңыздар, 990 теңге 10 есе шығарып алуға, 7 күнде даже 20 есе шығарып алуға әбден болады. Ол үшін не істеймін дейсіз ба? Жекеге жазыңыз, 990 теңге төлейсіздер, содан кейін болды, сіздер тіркеп қоям, орын алып, 27 күні осы WhatsApp'та басталады. Себебі WhatsApp бәріне ыңғайлы болғандықтан WhatsApp және Telegram'да өткіземін группамен. Мен дайректіме жазыңыз, немесе 8747 886 17 16 нөмерге жазсаңыз болады. Дайректке жазсаңыздар, бәрін сол жерден оқимын, өткен сақталып тұрады да. Тіркеліп алыңыз, жазылып алсаңыз, главный 990 теңгені чегін жіберсеңіз болды, мен сразу аты жөніңізбен сізді тіркеп орын алып қоятын боламын. Жекеге дайректке жаза беріңіздер. 7 түрлі емес, негізі 10 түрлі жол бар, ішінен шыға береді. Бұл Инстаграммен табыс табудың көп түрлері. Просто көпшілігі оны біле бермейді. Мен енді 7 жол деп, пока что 7 жолын ғана алдым. Оның ішінде сіз журналист болып, жазу жағынан қабілетіңіз жақсы болса, копирайтер деген мамандық бар. Сол бойынша табыс табуыңызға болады. Үйде отырып рахат пост жазып бересіз, сол арқылы табыс табасыз. Фото обработка, видеосын өңдеп, видео монтаж жасап бересіз, соған табыс табуға болады. Оның бәрін қалай келісіп, қалай сөйлесесіздер, оның бәрін айтатын болам. Одан кейін сауатты әрлеп беру керек парақшаны, сол арқылы табыс табуларыңызға әбден болады. Әрине шын, сұрағыңыз болса қоя беріңіз, оның бәрін жолын айтып берем. Сіздерден тек әрекет, нәтиже болса болды. Мен негізі Инстаграмда жүргеніме 5 жыл өзім қолданам, былай-былай. Бірақ жұмыс ретінде қолданғаныма 9 ай болды. Почти 1 жыл, бірақ 9 айдан бері нақты кірістім. Былтырдан бері осы саланы зерттеп, айналысып, оқып білім алдым. Инстаны енді үйренсеңіз тамаша, әлі алдағы уақытта үйреніп кетесіз. Ол жағын уайымдамаңыз, барлық материалдың бәрін видео ретінде, жазба ретінде беріп көмектесем, Инстаграмымда дамытып, арғарап табыс табуыңызға әбден болады. Ол енді өзіңіздің әрекетіңізге байланысты. Бірақ жолдарын бәрін айтып көрсетіп берем. Әркім қолынан келеді ғой, мысалы, әдемі мәтін жазу, үйреніп кетесіз, машықтанып, видео монтаж жасау біреудің қолынан келеді, сол арқылы табыс табасыздар. Инстаграм аккаунтты жүргізіп беру, бұл Инстаграм менеджері деп аталынады. Болса да солардың бизнестерін әбден жүргізіп берулеріңізге болады. Сол арқылы минимум 50 000 теңгеден айына постын салып, постын жазып, фотосын салып, жасап берулеріңізге болады. Мен зарядкам өліп жатыр. Сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар, жауап берем. Енді келесі жолы мен неге шығам? Разборға шығам. Кімнің қандай сұрағы бар, жеке өзінен сұрап, қандай саламен айналысады, сол бойынша жұмыс жасаймын. Алдағы уақытта тікелей эфир қанша уақытта болатын, қай уақытта болатын хабарлап қоямын. Стористен қарап отырсаңыздар болады. Сол жерде нақты
қай жолмен табыс тапқыңыз келеді, немен айналысасыз, не қолыңыздан келеді, соның бәрін анықтап міндетті түрде сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар, соның бәріне жауап аласыздар. Прямой эфир сақталынып тұрады, қайталап көріп алыңыздар, жақсы мәліметтер берілді. Контенттің түрлері туралы білмей жүрген болсаңыздар, қандай пост жазам деп, соның барлығы сақталынып тұр. Сол туралы айттым. Мен қазір зарядкам бөліп жатыр, ертең тағы да шығатын болам. Мен алдын ала хабарлап қоям. Сол себепті көріскенше, жақсы. Ниеттеріңіз қабыл болсын.